Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін біз сіздермен жанданған сурет, яғни оқушының салған суретін жандандыру түрін көрсететін боламын. Ең әуелі Google-дың іздеу жолағына Sketch Drawing деп жазатын боламыз. Бірінші сілтемеге өтеміз. Бізде осындай бет ашылады. Орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Перевести на русском батырмасын басамыз. Астындағы көк кнопканы басамыз. Енді осы жерге балалардың салған суретіне енгізетін боламыз. Мінекей біздің таңдаған суретімізді шығарып берді. Келесі осы көк кнопканы бассақ, сканер жасайды. Игрей батырмасын басамыз. Суретіміздің қай жерін, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Next батырмасын басамыз. Тағы да сканер жасап отыр. Артық жерлерін өшіріп тастаймыз суреттің. Келесі артық жерін өшіріп болған соң Next батырмасын басамыз. Тағы да сканер жасалып жатыр. Осы жерде қол, аяқ барлығын осы стрелкаға сәйкестендіреміз. Next батырмасын басамыз. Мінекей түрлі іс-қимылдар шығатын болады. Сол жақта біздің суретіміз жанданды. Өзімізге қажетті іс-қимылды таңдап, осы суретті жүктей аламыз. Келесі суретті на весь экран шығарып, осы жердегі 3 кнопканы басатын боламыз. Загрузить батырмасын басамыз. Яғни өзіміздің ноутбугымызға жүктеп алынды. Сайт сіздерге ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз KZ.